Армысыздар. Бүгін 8 қараша ақш-тағы президент сайлауы күні. Америка Құрама Штаттарындағы сайлау жүйесінің өзгешелігін ескере отырып, кішігірім осындай видео жасап түсіндіре кеткенді жөн көрдім. Оның сәтті шықса әрине. Өйткені ақш-тағы сайлау жүйесі сәл күрделеу бізге қарағанда. ақш-та жалпы сайлау күні бір күнге белгіленгенмен, жыл бойы сайлау жылы болып саналады. Әр штатта әртүрлі уақыттарда сайлаулар жүріп жатады. Ол жаңағы партияның ішіндегі өзінің кандидатын анықтау, бір партияның өзінде бірнеше кандидаттар шығып, олардың ішінде жаңағы сайлау өтіп, оның негізгі кандидаты белгілі болып, сөйтіп жарты жыл уақыт өтеді. Қаңтардан бастап маусымға дейін. Маусымда екі жақтың негізгі кандидаттары белгілі болады. Мысалы, республикандардан Дональд Трамп, демократтардан Хиллари Клинтон деген сияқты. Сөйтіп бұл маусым айынан бастап сайлау күніне дейін олардың өзара дебаттары, олардың жаңағы үгіт насихат жұмыстары жүреді. Сайлаудың өзі екі этаптан тұрады. Бірінші, сайлаушы барып дауыстарын береді. Бұл біздегідей тікелей кандидатқа кетпейді. Бұл сол штаттың электорал деген бар, сайлаушы, сайлау құқығына ие өкіл, сол сайлаушыға кетеді. Мысалы, Калифорния штатында 55 сайлау округі бар. Сол 55 сайлау округына адамдар дауыс береді. Бұл деген сөз, және 55 штат халқының 55 сайлау өкілі бар деген сөз. Адам саны шаққан кезде бұл бір өкілге 600 мың адамнан келеді. 600 мың адам. Енді, мысалға, 600 мың адам келіп дауыс берді. Оның, мысалға, 50%-дан астамы, 300 мыңнан астам адам, мысалға, Клинтонға дауыс берсе, бітті, бір дауыс, мына 600 мың адамның дауысы бір саналады, бір дауыс Клинтонға кетеді. Енді келесі 600 мың адамның, мысалға, бір дауысы Трампқа кетуі мүмкін. Осылайша 55 дауыстың, мысалға, 20-сын Трамп алды дейік, 35-ін Клинтон алды дейік. Енді осы жерден бір қызық шығады. Бұл 20 дауыс Трампқа тіке кетіп, 35 дауыс Клинтонға тіке кетпейді. Осы 55-тің 50%-дан астам алған кандидатқа 55 түгелдей кетеді. 55 деген сан барлық штатқа бірдей емес. Ең көп сайлаушылар Калифорнияда 55, Техаста 38 олардың саны. Мысалға, Флоридада 29, Нью-Йоркта 25, ал мысалға, халық саны аз Вайоминг деген сияқты штаттарда 3-ден. Сөйтіп, 538 жалпы дауыс бар, 538 сайлаушы бар. Сол 538 сайлаушы 50 штатқа өздерінің халық санына байланысты пропорциясына сәйкес шашырай бөлінген. Бұл 538 деген қайдан шықты? Бұның 100-і сенат депутаттарының саны. Яғни әр штаттан 2-ден жоғары палатаға кететін адамдардың саны. 435-і бұның. Бұл төменгі жағы палата өкілдерінің саны. Енді үшеуі Колумбия округіне бөлінетін арнайы дауыс. Осылардың келіп, мынау үшеуден келіп 538 деген сан шықты. Бұл бірақ олармен қатысы жоқ, бұл тек қана санды анықтау үшін шыққан әдіс, бірақ ол жаңағы конгресске мүлде қатысы жоқ. Бұл өздерінше бөлек 538 адам. Бұл айтқан кезде менің түсінігімде біздегі сайлау округінің төрағасы деген сияқты, бірақ өзінше сайлау статусы берілген тұлға. Сайлау коллегасы деп айтылады, бұлай ағылшын тіке аударған кезде. Ағылшынша электорал деп айтады. Былайша айтқан кезде сайлаушы, өзгеше құқығы бар сайлаушы. 538-ді, мысалы, 55-і Калифорнияға кетті, 38-і Техасқа кетті, 29-і Флоридаға кетті. Осылай, үшеуі Аляскаға кетті деген сияқты 50 штатқа бөлінеді. Енді кандидаттар жұмыс істеп, дауыстар беріліп, біткеннен кейін, бұл екінші этапта мына сайлаушылар тікелей
кандидатқа дауыс береді. Сол кезде жаңағындай мысалға 55-тің 28-і Клинтонға берсе, 55 дауысты түгел Клинтон алады. Техас штатында мысалға 38-дің мысалға айталық 28-і Трампқа берсе, 38 тұтастай Трампқа кетеді. Мысалға Вайомингде екеуі Клинтонға беріп, біреуі Трампқа берсе, 3 дауыс тұтастай Клинтонға кетеді. Өстіп, осылай мына 538-дің дауысы екі жаққа бөлінеді. Сол кезде 538-дің жартысынан астам алған кандидат ол 270 минимум. Минимум 270 дауыс алған кандидат президент болып сайланады. ақш халқының президент болып сайланады. Мынандай бір тенденция бар. Кейбір штаттар бар, тұрақты түрде бір партияға дауыс береді. Мысалға, Калифорнияны былай демократтарға дауыс береді деп сенім түрде айтады. Өйткені ол тәжірибеден көрінген тарихи. Техасты мысалы консерваторлар дейді. Бұлар көп енді негізінен республикандарға дауыс береді. Бірақ ауысып отыратын штаттар бар. Ол Флорида. Флорида мысалға бір сайлауда демократтарға дауыс берген, бір сайлауда жаңағы республикандарға дауыс берген. Сондықтан осындай бір құбылмалы штаттар шешуші рөл атқарады бұл жерде. Сол үшін кандидаттар жаңағы осы штаттарға көбірек мән береді. Тіпті кейде мынандай қызық жағдай болған. 2000 жылы мына бюллетендерді санмен санаған кездегі сан бойынша Алекс Гор 50%-дан астам дауыс жинаған. Кәдімгі біздің жүйемен бір-бірлеп санаған кезде халықтың санының 50%-дан астам дауысын алған. Ал Буш болса халықтың санының 49-дан төмен дауыс алған. Бірақ мына жүйе бойынша негізгі шешуші әсіресе Флоридадан көбірек дауыс алғанда электоралдың 29 дауыс тұтастай Бушқа кеткенде, Буш шамалы ғана бір айырмашылықпен 270 бірдеңеде 266 дауыс айырмашылықпен жеңген. Қараңыз, жаңағы сандарының қарадым мен, мына Флоридада екеуінің жаңағы санбасан несін шығарған. Сол кезде 2.970 бәленбай адам жаңағы Горға берген. Бірақ екеуінің айырмашылығы 500-ақ дауыс болған. Кейбір деректерде 1000 дейді. Жарайды, 1500 дауыс, бірақ сол 1000 немесе 500 адамның дауысы мына тұтас 29 дауысты кімге келетінін шешіп кеткенде, сөйтіп Буш жеңіске жеткен. Жалпы бұл жүйені минусын да айтады, плюсын да айтады. Бұл енді көнеден келе жатқан жүйе болғаннан кейін, осы Америка жалпы түбегейлі өзгерістер жасамайды, тек қана бір бар нәрсенің бетіп дамытып отырады. Сондықтан бұл жүйе әлі де қалыптасып келе жатыр. Мысалға бір кейбір мұғалімдермен сөйлескен кезде сайлауға бармаймын, өйткені менің даусым ештеңе шешпейді. Бұл жерде жаңағындай сайлаушылар шешеді, немесе бір үлкен штаттардың негізгі бөлігі шешеді деген сияқты реніштерін айтады. Ал енді кейбір мысалға мәлімет көздерінде бұндай жүйе жалпы белгілі бір штаттың қатты жұмыс істеп, жаңағы явканы көтеріп, немесе қолдан көтерген жағдайда да бір қатты жалпы жағдайға қатты әсер ете алмайды. Сонысымен жақсы деген бір не береді, уәде. Ал енді қалай дауыс береді дейтін болсақ, дауыс берудің мен білуші 3 түрі бар. Ол 8-ші сайлау күні барып, бюллетенге қойып дауыс беру, немесе өз еркінде электронды дауыс беруге болады, сайлау учаскесіне барып. Және алдын ала сіз ескертсеңіз, тұрғылықты жерде болмаймын, немесе басқа жақта боламын десеңіз, сізге бір күн бұрын хатпен жібереді. Мен бүгін бір ағайым айтты, мен дауыс беріп қойдым. Қалай десем, маған үйге хат келді, бюллетен жіберді, мен дауыс бердім де салып жібердім. Ертең ол сол сайлау учаскесіне барып тұрады, яғни оның дауысы саналады. Осылайша Америка халқы көптен күткен таңдауларын аз уақыттан кейін жасайды. Жалпы осы тағы да қосымша ақпараттар болса, мен өзімнің әлеуметтік желідегі парақшамда хабарлап отыратын боламын.